Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қалдарыңыз қалай? Мен мына магнум туралы өз ойымды айтып кетейін деп едім. Неше күннен бері бойкот жариялап, жаңа нәтижесін көретін кезде ана жұмыстан қуылған жігітпенен ана арыз жазған жігіт екеуі татуласыпты деген бүгін видео тарады. Менің өз ойым, ана жұмыстан қуылған жігіттің орнына болғанда мен келіспес едім. Қайтып бармас едім ол жұмысқа. Мысалы, қанша кәсіпкер жігіттер жұмысқа аламыз деп үндеу жасап жатыр, іздеп жатыр. Мысалы, Нұрсей Жылқышыбай іздеп жатыр, өзім жұмысқа аламын оны деп. Қанша қазақтар қолдап жатыр. Келіп, міне бүгінгі күні мен магнумда жұмыстамын, қателігімізді түсіндік депті. Магнум деген кеше жаңағы баянда өлең айтып, балалайкада ән айтып, мәз мейрам болып билеп жатыр еді. Ол біліп отыр, ол ішінің күйіп отырғанын. Оның саудасын жасайтын қазақтар ғой. Қазақтар көбін деген. Мысалы, тамақты көп алатында қазақтар. Сондай клиенттерден айырылып қалғанына іші күйіп отыр оның. Ол анау деген просто тек жаңағы публикаға ойнап жатыр ғой, мәз мейрам болып. У нас все хорошо, мы без вас обойдемся дегендей. Жалпы айтқанда бойкот жалғасу керек. Бойкот жалғасады. Қолдаймыз. Бармаңдар, тегінде бармаңдар. 50%, 100% тегін берсе де бармаңдар. Солай магнум енді осылай және бір 10-15 күн осылай ұстасақ нәтижесін жақсы көреміз оны. Сол үшін жалғасу керек, тоқтамау керек. Мынандай жағымпаздар бар, жұмыссыз қалып жатыр деп, жұмыссыз емес, қанша мықты патриот, жүрегі қазақ деп соғатын жастарымыз өз еркіменен заявление жазып жұмыстан кетіп жатыр, намыстары оянып. Солай, олар далада қалмайды, ол қазақтар оған